Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін ерекше болып шығатын, қамыры езілмейтін, іші сочный болып шығатын өте ерекше манттың рецептімен бөлісемін. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыз. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен ұнымызды електен өткізіп, жақсылап өткізіп аламыз. Одан кейін салқын суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып, қамырымызды елеп бастаймыз. Бір жұмыртқа салдым. Одан кейін суымды құйып отырып, осылай жақсылап қамыр еледім. Жұмыртқа қосқаннан кейін қамырыңызға қатты билеудің керегі жоқ. Орташа қатты езіліп кетпейтіндей, жаю ыңғайсыз болмайтындай, орташа жұмсақтықта елесеңіздер болады. Менің қамырым орташа жұмсақ қамыр болды. Осымен қамырымды салафанға салып, тындыруға қалдырып қоямын. Арасында тындырып отыратын боламыз. Одан кейін пиязымды ашимын. Негізінде 1 килограмм етке 2 килограмм пияз қосады деп айтады. Бірақ менде 1 килограмм етке 4 штуктай пияз салғаның өзінде мантым сочный болып шығады. Негізі етке қарағанда пияз көбірек болған дұрыс. Одан кейін сұйық майымды жарты кесе сұйық май құйдым. Одан кейін тұз салдым. Дәміне қарай қарауыш салдым. Арасында нанымды да осылай тындырып алдым. Жақсылап нанымыз тынғаннан кейін нанымызды жұқалап жайып шығамыз. Көбінде негізі мантының қамыры жұмсақ, жаңағыдай қалың болып жатады. Қалың қылып жаяды көп жерде, бірақ маған қалың болған ұнамайды. Сондықтан да мен жұқа етіп жайдым. Өз қалауларыңыз бойынша жайып шығасыздар. Жақсы тынған нанымыз осылай тез-тез жақсы жайылатын болады. Одан кейін қамырымызды дәл осылай жақсылап жайып аламыз. Осымен біздің қамырымыз дайын болды. Дайын болған қамырымызды манты түйеге арнап осылай кесіп шығатын боламыз. Одан кейін қамырларымызды түйіп бастаймыз. Мантымызды түйіп бастаймыз. Осылай бір қасықтың көлемінде салып отырып, барлығын түйіп шықтым. Кішкене қалың болып тұрған жерлерін созып жібердім. Себебі маған қатты қалыңдықтағы нандар ұнамайды. Сондықтан да мен кішкене жұқалау болғанын, мантының кез келген нәрсенің қамырының жұқа болғанын жақсы көремін. Дәл қазір баламен жүріп жасап жатқан жұмысымды бағалап, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Тік осылай түйіп тастадық. Енді мантыларымды мен табаны майламаймын. Осылай кесеге майды құйып алып, барлығын осылай матырып салатын боламын. Өте қатты күшті болып шығады. Одан кейін бетіне осылай сұйық майды жағатын боламын. Бетті кеуіп кетпеу үшін, беті жұмсақ болып тұру үшін осылай жұқалап етіп жағып шығам. Осымен мантымыз дайын болды. Өте ерекше болып шықты. Ешқандай да жабыспаған, ешқандай да жыртылып кетпейді. Өте күшті болып шықты. Іші сочный болып, өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, маған жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.